Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге осындай мак қосылып жасалған булочка жасайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады, әрі оңай жасалады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Менің арнама тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Осылай жылы судың үстіне жылы сүт, құмшекер мен дәміне қарай тұз және дрожжбен бір жұмыртқаны үстіне жарып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін үстіне сармайды ертіп, немесе осылай салып жайрап ертсеңіздер болады. Одан кейін үстіне ұнды қосып, жақсылап жұмсақ қамыр илеп шығамыз. Қамырды илеп болған кезде соңына қарай осылай пістемей жақ қойсаңыздар болады, сонда жабыспай жақсылай көтерілетін болады. Міне менің қамырым жұмсақ болып иленіп шықты. Енді бетін жауып, жарты сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілем дегенше салмасын дайындаймыз. Бізге осылай мак керек болады. Үстіне құмшекер және ертілген сармайды қосып, жақсылап араластырамыз. Біздің салмамызда және қамырымызда көтеріліп дайын болды. Енді қамырды мен екі бөлікке бөліп алдым. Үлкен болғандықтан осылай екі бөлікке бөліп, жақсылап төрт-піштетіп жайып шығамыз. Сонымен қатар менің каналымда басқа да түрлі тәттілердің, ыстық тағамдардың түрі бар. Арнама кіріп көрсеңіздер болады. Қамырымыз осылай төрт-піштетіп, шыға етіп жайып шықтық. Енді үстіне жаңаға дайындап қойған мақтан жасаған салмамызды үстіне жайып шығамыз. Одан кейін қамырымызды осылай рулет секілді орап шығамыз. Енді қамырдың соңғы жағын осылай біріктіріп, одан кейін пышақпен емес, осылай жіппен айқастырып кесіп шығамыз. Видеодағыдай жіппен кесетін болсаңыздар дұрыс кесіледі. Барлығын осындай жуандықта кесіп шығамыз. Осы булочканың барлығын пергамент қағазға немесе осылай пешті кішкене майлап үстіне қойсаңыздар болады. Одан кейін жұмыртқаның сары-уызын осылай бетіне жағып, 180 градуста қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Міне менің булочкам осылай қызарып, әдемі болып пісті. Одан кейін үстіне қалауларыңыз бойынша шоколадты жағып шықсаңыздар болады. Немесе дәл осы күйінде қалдырсаңыздар да болады. Осымен біздің булочкамыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Арасындағы салмасын тек мактан емес, корица қосып та басқа салмаларды да жасап қоссаңыздар болады. Жасап көруге кеңес беремін. Егер менің видеом ұнаған болса, арнама тіркеліп, лайк басып мені қолдап кетіңіздер. Әлде көптеген рецепттер болады.